Қайырлы күн достар, бүгін осындай печеночный торт с икрой пісіретін боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз ұнаса. Печеночный торт пісіретін боламыз. Бізге ол үшін 3 жұмыртқа қажет. Куриный кубик, бульон, 1 стакан сүт и ұн. 1 стакан ұн. Осын бәрін қосып араластырып аламыз. Сосын пісіретін боламыз. Анжаққа барыңдар. Осылай барлығын езіп салып алдық. Осылай пісіріп жатырмын. Осылай сковородкада для блинов. Чеснок пен майонезді. Чеснокты теркадан өткізіп, осылай жағып шығамыз каждый слойына. Келесіні қоямыз. Осылай бәрін жағып шығамыз. Осылай жағып шықтық. Бізде бүгін черная цветная вечеринка. Бізге черный цвет түсті. Осылай үстінен экраны. Можно зеленый түссе сіздерге жасыл шөппен безендіруге болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауға басып кетіңіздер. Цветная вечеринканы салатын болам.